Терлеу уытсыздандырудың ең жақсы тәсілі болып табылады. Терлеу арқылы біздің ағзамыз токсиндерден, ауыр металдардан және берік ластағыштардан тазарады. Біздің жейтін тағамдардан, ішетін суымыздан, ауадан ауыр металдар ағзаға енеді. Бұл металдар денсаулықтың нашарлауына алып келеді. Мысалы, бас ауру, буындар мен бұлшықеттердің ауруы туындайды. Адамның есебіне қарағанда, адамның терлеуінде кадмий 24 есе, никель 19 есе, қорғасын 16 есе, алюминий 3 есе көп болады. Одан бөлек ағзада кездесетін бисфенол А белсіздікке алып келеді. Оның ағзадағы мөлшерін азайту үшін терлеу керек. Терлеудің ең жақсы тәсілдерінің бірі физикалық жаттығулар жасау. Мен өз басым көп жүгіремін, көп терлеймін. Сағатына 10 км сағат жылдамдықпен үздіксіз 30 минуттан 1 сағатқа дейін жүгіре аламын. Одан кейін 2 сағат көлемінде физикалық жаттығулар жасаймын. Мысалы, жаттығуға келгенде салмағым 78 килограмм болса, кеткенде 75-76 килограммға дейін түседі. Яғни, әр жаттығуда 2-3 килограмм салмақ тастаймын. Сосын бір күнде салмағымды қайтарып аламын. Адам белсенді терлеген кезде эндорфин бөлінеді. Эндорфин бұл бақыт гормоны. Оны арттыру үшін физикалық жаттығу жасау керек. Эндорфин бөлінсе, күйзеліс, жайсыздық кетеді. Адамның психикалық тұрақтылығы мен масайрауына алып келеді. Сол себепті көп жүгіріп тұруға тырысыңыздар. Еще 20 секунд.